Әйелім екенін кеш түсіндім. Авторы Туранбай Оразымбетов, оқыған Назерке Еркінбекқызы. Еркек. Жас келгенде ең басты байлық ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондыру. Екі қызым күйеуде. Екеуі де көп балалы әулетке келін болып түскен. Екеуі де ата-енелерімен тұрады. Басқа келіндері бола тұра, ата-енелері қыздарымды қара шаңырақта қалдырып, бірге тұрғанды таңдады. Құдаларымның таңдауы қыздарыма түскеніне қуанамын. Қартайғанда кімде болса шайын қабақ түймей беретін жанға жайлы келінді жылуды іздейді. Демек, қыздарымның тәрбиесі дұрыс. Құдаларым әрдайым қызым үшін рахметін жаудырғанда, төбем көкке бір елі жетпей қуанамын. Құдайы шыным, өз басым бала тәрбиесіне бас қатырмадым. Үй тауқыметі мен бала тәрбиесі, кәрі анамның күтімі толығымен әйелімнің мойнында болды. Азанда шығып кеткен бойы күн бата сүрілігіп келіп, тамаққа тойып құлай кеткенмін. Көмектеспек түгілі өзімен ерте келетін тосын қонағым тағы бар. Әйелім қабақ шытпай күтіп алатын. Жас кезімде кет сөзін әйеліме жиі айттым. Анамның көңілін табу қиын еді. Өзім жұмыстан шаршап келсем, алдынан қабағы кіртиіп қарсы алады. Әйелім көңілінен шықпай қалады. Азанда кетіп бара жатып әйеліме, мен келемін дегенше, көзіңді құрт, үйден кет деп шығып кетемін. Кешке келсем, әйелім алдынан жайраңдап күтіп алады. Неге кетпегенін сұрасам, жол кіре тастап кетпегенімді көлденең тартып, кінәні өзіме аударып қояды. Таң қалатыным, түк болмағанда үй жұмысына шапқылап кете баратыны. Көбіне шатақты әдейі өзім тауып алатынмын. Келесі шатағымды көп ұзатпай бастап жіберіп, қолына ақша ұстатып кеттеймін. Әйелім үн-түнсіз ақшаны алып қала берді. Әй, осы жолы кеткен болар деп кешкісін келсем, түк болмағандай үйде күйбеңдеп жүреді. Берген ақшамен неге кетпегенін сұрасам, апамның қан қысымы көтеріліп кетіп, дәріханадан дәрі әкеп қойдым. Өзің ақшаны молдау тасып кетпейсің бе деп өзімді кінәліге айналдыра қойды. Шынымды айтсам, кетпегені өзіме де ұнайды. Тамағым пісірулі, төсегім салулы, бала қараулы, анам күтулі. Әр кет деп тастап кеткен ақшама біресе үйге зәру затты, бірде балама керек затты алып қояды. Не керек? Әр кет деген сайын сан алуан себепті көлденең тартып, ақыры кетпеді. Әйелімнің кетпейтініне көзім жеткен соң, қит етсе мен келгенше кет үйден деуді қалта әдетке айналдырдым. Әйел. Өткен өмірімді ойлап отырсам, сонша төзімді қайдан тапқанымды өзімде таңғаламын. Күйеуіме сүйіп тимедім. Жастар кешінде танысқанбыз. Ұнап қалсам керек, басып әкетті. Біздің кезімізде басып әкету болатын. Сүймегеніме Құдай қосақтады. Ол аздай, аюдай ақырған енем болды. Топырағы торқа болсын, отырсам опақ, тұрсам сопақпын. Күйеуімнің жалындаған махаббаты көпке ұзамады. Қит етсе, кет дейтін әдет тапты. Ең алғаш кет деген сөзі естігенде не істеу керектігін ойландым. Намысқа басып, төркінге кетсем, әке-шеше мен айтамын. Кетпеймін десем, кете қоймағаным үшін күйеуімнің жек көріп кетуі мүмкін. Енем болса, күйеуі кет дегенде итте кетуі керек деп қақтайды. Бойыма тұңғышым біткен кез болатын. Не де болса, тұңғышымды өз шаңырағында дүниеге келтірейін деп шештім. Өмір деген тауқыметтің дөңгеленуі бір басталса тоқтамайтынына көзім жетті. Қанша рет кет десе де кетпеуге жанталастым. Ет пен теріден жаралған адаммын десе де, жаны нәзік әйелмін ғой. Кетуге талай рет оқталдым. Анам өте ақылды кісі болатын. Қабағымнан байқаса керек, қызым, еркек жаңғақ тәрізді. Сырты қатты көрінгенмен шағу оңай. Оябын тауып шағу әйелге байланысты. Шүпірлеті баламен қоршап таста, еркекті баламен жеңесін деп ақыл берді. Анамның ақылын тыңдап, Құдайдың берген баласын бірінен соң бірін тудым. Енеме бәрібір жақпаймын. Көбіне баласын қақтығысқа айдап салатын. Күйеуімнің әрекет дегені жүрегім тілінді. Темірде тозады. Бірде-бір етек бала шағамды жинап кетіп қалғым келді. Қорамызда иттің үйшігі болатын. Екі балам үйшіктің қасында ойнап отыр екен. Кіші ұлым итті қуалады. Ит қанша қуса да үйшігін айналып кетпеді. Сол кезде 8 жасар ұлым, ой, үйшігінде күшігі бар ит, қанша қусаң да кетпейді ғой демесі бар ма? Осы сөз
Жүрегіме оқтай қадалды. Итекеш ит те қолағынға тастап қашпай, күшігін үйшіксіз қалдырмауға жан салып жүр. Мен болсам, бір етек баланы шаңырағынан жырмақпын. Не де болса көніп, бала шағамды нағашысының босағасына көзін жәутеңдетпеуге бел будым. Еркектің тапқан тірнектеп құрау әйелге байланысты. Үйде күйім болған соң, қызметім жоғарылаумен болды. Малды бір адамдай таптым, келін түсіріп қыз ұзаттым. 55-ке толған күнімді қос бестік деп жора жолдастармен дүркіреті тойладым. Ертеңіне болмайтын жерден ескі әнге басып әйеліме тағы сол кет дедім. Әйелім, осы табалдырықтан аттағалы естігенім кет болды. Кетсең, өзің кет. Келінім қолымда, қызым қияда. Жолыңа не? Сені кім ұстап тұр деп салды. Жүрегім жарылып кете жаздады. Қанша жыл отасып жүріп, алғаш рет өзің кетті есту ауырға соқты. Машинаның кілтін ала бергенімде, қолымнан кілтімді жұлып алып, машина менің атымда деді. Мемлекеттік қызметті болған соң, әлде қандай күн туып қалады ма деп, машинаны әйелімнің атына жазғанмын. Қарасам, үй, машина, дүкен де әйелімнің атында екен. Өз атымда ештеңе жоқ. Ашумен үйден шығып кеттім. Кімге барасың? Дырдай басыңмен дос-жаранның, ағайын туыстың үйіне баруға ұяласың. Ашумен қала кезіп жүрмін. Қашанғы кезесің? Шаршадым. Айналама зер сала қарасам, өзім тұратын мөлтек ауданда айналып жүр екенмін. Көзден тасалау жердегі орындыққа отырдым. Есіл дертім үйде. Жанға жайлы үйім, жайраңдап шай беретін әйелім, сызыла сәлем салатын келінім, айтқанына шықпайтын ұлым. Бар қызығым үйде қалған. Жалғыз отырып алғаш рет жаным жаурады. Әке шешемнің дүниеден озғанына пәлен жыл болса да, тұңғыш рет өзімді жетім сезіндім. Әйелімнің қою шайын ішкім келіп, таңдайым тақылдай бастады. Лезде көше кезбесіндей бейшара күйге түстім. Өзімді көк тіреп жүргендей сезінетін көңілім әп сәтте күйреде де қалды. Телефоным шырылдады. Қарасам әйелім. Қолым дірілдей телефонды көтердім. Арғы жақтан, әкесі, серуендеп болсаң үйге қайт, қай жерде тұрсың, балаңды машинамен жіберейін деген әйелімнің жайдары даусын естігенде үнсіз жылап жібердім. Ұлым машинамен зулата жетіп келді. Үйге келе жатып, әйелімнің өмірдегі ең асыл қазынам екеніне көзім жете өкіндім. Арпалысқан тіршілікте қасымда тіреу болған әйелімді дер кезінде қадірлеу ойыма кіріп шықпағанына өкіндім. Әйел. Жас келген сайын еркек дәрменсіз жас балаға айналады. Өзінше билігін көрсеткісі келіп, қоқиланғанымен бізден қолдау іздеп тұрады. Шаңырақта шақалтпау үшін біздер, әйелдер, соны түсінуіміз керек. Отау құрғанда ең қиыны алғашқы 5 жыл. 5 жылда көресіні көресің. Әрі кетсе 10 жылдан соңда өмір барын ойлап, сабырмен төзесің. Аяғы бақытқа кенелтеді. Қыздарымды солай тәрбиеледім. Енелері риза. Өмірімде бір-ақ рет өзің кет дегеніне күйеуім қатты күйреді. Намысқа өртеніп, күйеулеріне әр кетсе 3 сағат жеткілікті болды. Әйел басымды иіп, телефон шалғанымда күйеуімнің даусы жетім қоздай шықты. Түсіндім, күйеуім бүгінде кет деуді ұмытты. Еркек. Тіршілікте кет сөзін шын мәнінде бумеранг сөз екеніне көзім жетті. Қаншама жылдан бері ойланбастан айтып жүрген сөзімнің қайра соғар екпіні қатты екенін басымнан кештім. Қолданысымнан кет сөзін алып тастадым. Ешқашан ешкімге кет сөзін қолданбаңыз. Бумеранг болып қайра соғуы әбден мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Өз ой пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.